тоғысқан, ата-бабам аңсап өткен бақтым, айналайын Қазақстан, Гүлстан. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім. Өзің барда өзегімде жоқ шермім. Кеше сенің келбетіңді арманғып, боданына бұғауландық бас келдік. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердік. Уай еркіндік, қош келдік. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өзіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жия алмасам алталаш, азаттығым қадірімде жоғанда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Тарихымызда таланттылар көбейсін, бас иемін ата-баба рухына. Мемлекеттік рәміздердің алатын орны ерекше. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзімен айтқанда, мемлекеттік рәміздер біздің еліміздің, болашағымыздың бөлінбейтін бір бөлігі. Дей келе экранға назар салсақ.
Mavşan Cuma bilirsiniz. Biz öte zaman günlerde Osmanlı İmperiyası'nın o bizgede şiir yazdı. Avstarı bağırma degan. Дегенін дәл қазіргі сағатқа дейінгі сіздерге соншалықты жүректеріңізден шықсын деп, көңілдеріңізді тапқандарына, бүгінгі еңбектері жансын деп, осындай жұлдыз болып, бүгін аспанға шыққандар үшін мен осы қыздарға мен расында да риза болып тұрмын. Ұйымдастырып отырған тағы да айтам, филолог мамандар, қазақ тілі мен әдебиетінің болашақ ұстаздары, болашақ ана ләззаттар, жаңа қанаттарды, болашақ Бауыржан Момышұлыларын, Қоғланды батырларды, Алтамыс батырларды алтын құрсағынан әлемге таратып, қазақтың беделін көтеретін болашақ аналар, міне осы қыздар, міне сіздер. Тәуелсіздік құтты болсын. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір сөзі бар, қанатты сөз болып тарап кеткен. Тәуелсіздікті жеңіп алуға болады, ал оны әлемге мойындатқызу, мәңгілік ету, тұғырын нығайту, ол одан да жауапты, одан да қиын жұмыс деген. Сондықтан да тәуелсіздікті мәңгілік ету, айналайындар сіздердің қолдарыңызда. Жылдан жылға өмірім осы университетте өтіп келе жатыр ғой. Жылдан жылға студенттер креативті, амбициозды, ашық. Әлбетте, кейде ақиқатты айтқан адам жеңіліп жатыр. Себебі өтірік айтатындардың айтатыны көп. Ақиқат тек дәлелмен жүреді. Ондайда өкінбеңдер. Уақыт деген төреші болады. Ол ақиқат, ол уақыт бәрін орнына қояды. Біздің университеттің 75 жылдық тарихында не көрмедік, бірақ әйтсе де жастар қашанда әлемге ұлтты тәрбиелеп, тіпті дипломын алып үйінде отырса да, алтын құрсағынан алтын балапандарын тәрбиелесе, біздің қазақ, бір түркі тарихымды біл, 21-ші ғасыр түркі ғасыры болады деген сеніммен айта отырып, бүгінгі кешті ұйымдастырған тарих шапайларын, университеттің ұлы ұстаздарының бірі, бүкіл бірінші курстарда келіннің бетін қимашса солай жүріп дейді ғой. Университеттің әлем жылдар бірінші курстарына Қазақстан тарихынан лекция оқып жүрген белгілі патриот халқымыз, ана, әже, халық жағынан да ұлы ұстаз деуге тұрарлық осы пәнді ұйымдастыруға негізгі ұйымдастырушы болған, бастаушы болған мен Ақмарал Дәрітайқызы Қожабекова. Жер бетінде, күн әлемінде, күннің көзі жердің бетінде ең сұлу қыздар, қазақтың қыздары. Күннің көзі жердің бетінде ең ақылды жастар, ең ақылды жігіт, ең ақылды сұлу қазақ жастары және түбір түркі. Жалпы жер әлем алақанға салған шардай болып қалды ғой. Адамзат аман болсын. Оның ішінде жаһандарында жұтылып кетпес үшін қасиетті қазақ тілі аман болсын. Бүгінгі кешті ұйымдастырып отырған тағы да айтам, филолог мамандар. Университеттің проректоры болған, өзіміздей мыңдаған шәкіртті ұядан ұшырған профессор апайымыз Ләззат Махайқызына сөз беріледі. Мағжаннан артық сөзді кім айтқан? Мен сенемін жастарға, ала шатын аспанға, шығарар олар бір таңда деп. Міне соның дәлелі, бірінші курсқа түсіп, 1,5 ай ғана болған студенттерім 101-ші топтағы тәуелсіздіктің 30 жылдығына Құдай бере саған менің 31 қызым жасасын. Анамызда ай нәрсе сөз бар ғой. Человекке полагай, сынғаныз полагай. Бүгін кешке Алланың сәтінса, Қазақстан тәуелсіздік жариялағанда алғашқы минут, алғашқы секундында Қазақстан жер әлемде тәуелсіз мемлекет деп мойындаған бауырымыз
қандасымыз, жарымыз, түркі мемлекетінің керемет өкілі арамызда отыр. Тарихыңды білмесең, тағдырыңды білмесең, Шыңғыс Айтматовтың Жан-пида романы бар ғой. Тағдырыңды, тарихыңды білмесең, онда сен мәңгүртсің. Өз анаңды өзің тұтқында өлтіруің. Сол романдардай. Міне осы тарихты біл қазақ. Өйткені бұқтары өз айтқандай ана бір қолымен бесікті, екінші қолымен айтынды тербетеді. Менің жаным көп сөйлесем кешірім сұраймын. Аллаға тәубе. Мына қасиетті шаңырақ қыздар. Әсіресе мына өнер адамдарға қасиет шаңырақ жүрегін ұстап шығады. Киелі шаңырақ. Осы киелі шаңырақта университетіміздің талай түлектері кездесу өткізген. Ақштап Бақтыгереева біздің түлегіміз. Әсия Беркенова апаттан ұзағын біздің түлегіміз. Оқу министрі болған Шамшат Еркінбаева біздің түлегіміз. Тамаша түлектер біздің университеттен шығып жатыр. Әлемді қаратқан. Сондықтан да сол қасиетті шаңырақ бәрімізге жұмысты болсын. Сөзімді менің жанымда осындай ұлы, құрметті, өзіңді өзің жаттай сыйла жат жанынан түңілсін дейді. Өзіңдей Ақмарал апайындай құрметті, бүгінгі үлкен қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі профессор Гүлмира Қалабаққызы Әбдірәсілова апайларына сөз беремін. Сөз соңында айтатыным, кішкентай бәрімізді аналық әжелік құшағымен құшақтап сүйдім. Өзіңізге өркендеулер жолдарың болсын.